Жемісбек, Жанталас. Автордың бұл кітабы ең тұңғыш шығармасы. Жанталас шығармасы патриоттық сезімге жетелейтін, дарабоз бәйгесінде бас бәйгені жеңіп алған жас батыр Сартай туралы. Жар құзға лилаған жас өспірімдердің даусы алыстан ұзап барып қайтадан естілді. Аласа бойлы қырғи, қайыс қара, Сартай екі дос ылдилап сайдан төмен қарай құж-құж тастарды басып түсіп келе жатыр. Екеуіне бір дауыстар естілді. Сартай бұл дауысты естіген сайын алға қарай жүреді. Досы аласа бойлы қырғи сол дауыстардан жүрегі қорқа түскендей үрейіне үрей қоса бастады. Алға қарай ылдилай түскен Сартай бұл дауыстар өлтірік қасқырлардың даусы ма деп қалды. Жан жағында қасқырдың апаны болмаған соң алға қарай жүре берді. Есіне кезінде әкесі Байжанның қасқырдың жүрмейтін жері жоқ, ешқандай үйір бекенсіз, ессіз далада үйір болады. Ол ақылды хайуан ғой дегені есіне түсті. Тағы да дауыстар, жылқы дауысы естілді. Жылқының кісінеген дауысын естіп, екеуі жалт қарады. Бұл дауыс алыстап алға қарай жүрген сайын жақындай түсті. Кейіннен жылқы баласын көрді. Сартай төменге түсіп, төмен сайдан төмен қарай түскеннен кейін жылқы баласының тұрғанын көріп, оның қасында теңкиіп, торы таят жатқанын көреді. Жануар-ай, бұл неғып тұр екен? Әлгі өлтірік қасқырдың ісі болмаса нетті деп ойына түседі. Осы кезде торы таяттың қасына келіп, қарны жебе жарып кеткенін, жебе сызып өткенін көреді де, бұл барымташыл қалмақтың ісі ғой деп есіне түседі. Байғұс жануар-ай, не жазығы бар еді деп тағы да ауыр күрсінеді. Осы кезде қырғи екеуі үлкен ойға шомып кетеді. Кезінде осы барымташы қалмақтар бір әулетті бір отбасын бір түнде сойылға шығып кеткені деп әкесінің айтқан сөзі есіне түседі. Сол кезде Бүркіт батыр сол қаралы кезде тұрған, қаралы жаңағы жұртшылықта тұрғанда, бұл қызымызды күң қылып, ұлымызды құл қылған бұл барымташыл қалмақтарды осылай тайғындатып қоямыз ба деп бір күрсінген еді. Сөйтті де өзінің ойға шомып кеткен қалпынан оянып, досы қырғиға енді не істейміз? Мына жылқы баласын құлынын тастамайық деп, құлын сондай асауланып, екеуіне көнгісі келмейді. Бірақ оның құйрығын бұрап, басын қысып, мойнын, төрт аяғын байлап жуасытып алады. Әлгінде асауланған жылқы баласы жуасып, көзіне жас келеді. Сөйтеді де олар жылқы баласын тастамай ала кетеді. Байғұс құлын кетіп бара жатып, тоқтай қалып, ол да адам сықылды, артына қарап, бір мұңыранады, қатты кісінеп, көзінен жас парлап, алға қарай Сартай мен қырғимен жүре береді. Ылдилап жүрумен екі дос құлынды алып ауылға келеді. Осылай жылқы баласы Торат ауылда қырғимен қалады. Ауылға келсе, әлгінде Бүркіт батыр сарбаздарын жинап Сарыбелге қарай кетіп бара жатады. Бірақ Сартайды ертпейді. Сартай осы кезде жасырынып олардың артынан барып қарайды. Артынан жүріп өтіп барса, әлгі Бүркіт батыр сарбаздарын дайындап жатыр екен. Жаңағы қалмақтарға шабуыл жасайын деп жатса керек деп ойға шомады. Ол үлкен күмбез бейіттің қасында дайындалып жатады. Бұл күмбез бейіт ойына түседі. Қахан деген батырдың күмбез бейіті еді. Қахан батыр да осы қалмақтарға жауға шапқыншылыққа шыққанда, сол жорықтан келе жатқанда, сол жерде
қырсыққанда қымыран риттеп, оған көмекшілер келіп болмай, сол жерде қаза табады. Сол Күмбезбек қахандікі еді. Осындай кейін жаңағы барлық сарбаздармен елге оралып, олар кейін өздері ақылдасып, ауылдағы торы тайын үйретеді. Сол тайды үйретіп, атты үйретіп, Бүркіт Батырмен барлығы шапқыншылыққа шығады, қалмақтарға. Қарсы күресте ол Құттыбай мен Әлден деген досынан айырылады. Осыдан күйзеліп үлкен уайымға ұшырайды. Қой, бұлай уайымдай берсем болмас деп. Оған әкесі Байжан да, балам Сартай, ұлым, жау жоқ деме жарасында, бөрі жоқ деме бөргі астында. Бұлай отыруың жарамас. Әлі де қол жинап, елдерді жігіттерді жинап, әрі қарай ұрыстарыңды жалғастыруларың керек деп ақыл айтады. Осы кезде Сартай өзі оянғандай болып, Бүркіт Батырға еріп, үлкен қол жинап, бұларға Жәнібек Батыр мен Әбілқайыр Сұлтаннан көмек келеді. Барлық сарбаздарды жинағаннан кейін әкесі Байжан, ұлым Сартай аузын ашып сүйген, көзін ашып күлген, жақсысына сүйініп, жаманына күйінген халықтан мың ұлды жинап алып бара жатсың. Елдерің үшін, жерлерің үшін осы мың ұлды саған аманат. Енді мына Бүркіт Батырдың айтқанын тыңдап, әрі қарай жақсы жеңіске жетуге оралуларыңа тілектеспін деп үлкен батасын береді. Өзінің ұлының өлімге қиғанмен бірдей қылады, бірақ амал нешік. Осылай ұлын қатаңдыққа үйреткен Байжан ата да өзінің жақсы батасын беріп шығарып салады. Осылай алғашқы шыққан шапқыншылықта олар қалмақтарды ақтопан қылып жеңіліске ұшыратады. Мінекей жас қазақ батырларының осылай алғашқы жеңістері көрінеді. Балалардың бұл ең алғашқы жеңісі еді. Бірақ та бұлардың әлі талай алда, талай асулары бар еді. Құрметті әлеуметтік желі оқырмандарымыз, сіздерге осы Толымбек Жемісбектің Жанталас кітабын және де басқа да қызықты оқиғаларға толы кітаптарды оқуға шақырамын.